Солтүстік Қазақстандық тәртіп сақшылары қарттарды қолдау айлығы аясындағы қайырымдылық іс-шараларын жалғастыруда. Бұл жолы Ішкі істер департаменті әйелдер кеңесінің өкілдері 95 жастағы тыл еңбеккері Мария Нехорошеваның үйіне арнайы барып, қарияның көңілін сұрастырды. Ішкі істер органдарының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері полиция ведомствосының қамқорлығында қарттарды қолдау айлығы аясында оларға барынша көмек көрсетілуде. Денсаулықтарын жағдайларын сұрай келген қызметкерлерге ардагерлер дән риза. Ақ-ұрпақ өкілдері жастарға ақыл кеңесін беріп, зұлмат соғыс жылдары бастаған өткерген ауыртпалықтарды жайлы әңгімелеп береді. Солардың бірі соғыс ардагері тыл еңбеккері Мария Степановна Нехорошева. Қызметкерлер кейуананың хал жағдайын сұрастырып, азық-түлік қоржынын табыстады. Поэтому мы вас от души поздравляем. Вы сейчас, уважаемая Мария Степановна, от имени руководства ДВД, от Женсовета ДВД области, мы хотели бы вас поздравить с прошедшим Днем пожилых людей. Спасибо.